Biz sizlerмен бүгін банкроттыққа үйде отырып, анализ жасап, құжаттарыңызды тапсыруды үйренетін боламыз. Ол үшін сіздер кез келген браузерге, Google-ға немесе Яндекске, поисковикке, яғни мына жерден іздеуге МКБ немесе ГКБ деп жазатын болсаңыздар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік кредиттік бюросы шығатын болады. Сол мемлекеттік кредиттік бюроның ішінен сіздер ЕЦП арқылы кіріп, банкроттық отчетін алып аласыздар. Мысалы, мына жерде жеке тұлға деп шықты. Жеке тұлғаны біз сіздермен алдын ала ЕЦП-сын дайындап қойдық. Сол папкіден ЕЦП-ны аламыз, парольмен кіреміз. Так, мына жерде мысалы аттардың бәрін өшіре салсын, потом. Клиенттің ЕЦП-сымен осы жерге кіреміз, немесе өзіңіздің ЕЦП-ңызбен өзіңіз банкроттыққа өткізетін болсаңыз. ЕЦП-ны тағы да айтам, папкіге алдын ала дайындап қоясыз. ЕЦП-ның паролі әрқашан ағылшын тілінде болады. Мына жер не болды? Кіргеннен кейін осы адамның фамилиясы шығады. Сол арқылы қол қоямыз. Қол қойып кіргеннен кейін осылай құжаттарыңызды көруге рұқсат береміз. Мына жерде сол жақта қарасаңыздар, дербес есепті Қазақстан Республикасының азаматтарының банкроттығы туралы есепті беру деп тұр. Сол есепті қол қойып, жаңағында қайтадан қол қойып, ЕЦП-ны аламыз. Осылай қол қойып есепті алғаннан кейін 15 минутқа дейін есеп беріледі. Бірақ обычно ол 1 минутта беріледі. Міне бізге есеп берілді. Осы есепті ашамыз. Ашқан кезде сіздер не көресіздер? Бұл МКБ-дан краткий, қысқаша есепті алған кезде сіздер бірінші сол должник туралы мәліметтер, сосын должниктердің кредит суммасы қанша, барлығы просрочка күндері қанша, мысалы мына жерде 0 деп тұр. Содан кейін жаңағы кредиторларға қанша қарыз соңғы рет қашан төленгені. Мына клиент енді бізде банкроттыққа жарамайды, өйткені бұл кісінің просрочка күндері 0, кейбір кредиттерін ол кісі төлеп жатыр. Егер де төлемеген болса, 1 жылдан асқан болса, мына жерде 0 деп тұрса, осылардың барлығын кредиторларға арыз жазу арқылы жөндеп аламыз. Енді осы отчеттан біз көріп тұрғанымыз, бұл адамның барлық кредит суммасы 1 458 722 теңге. Енді келесі этапта біз енді осы анализ жасап алдық. Ең бастысы мына просрочка күндері барлығы 365 күннен асу керек. Соны кредиторларға арыз жазу арқылы жөндейміз. Қандай арыз жазамыз, қалай жібереміз, оны менің жекеме хабарлассаңыздар ала аласыздар. Ары қарай кеттік. Енді біз банкроттыққа беру үшін ЕГОВ-қа кіреміз. МКБ-ға кіріп тұрсаңыздар, ЕГОВ-қа қайтадан ЕЦП арқылы кірудің қажеті жоқ. Өзі осылай кіріп тұрады уже сол адамның ЕГОВ кабинетіне. Осы жерден ЕГОВ дегенді басамыз. Ең соңғы жағында применение процедуры внесудебного банкротства немесе соттансыз банкроттық рәсімін қолдану қазақ тілінде. Осылай шығады. Осы жерден біз заказать онлайн немесе онлайн тапсырыс беру, қазақшасын көрейін. Қазақ тілінде онлайн сұрау деп жазылып тұр. Онлайн сұраймыз. Соттансыз банкроттық дегенді таңдап басамыз. Сосын осындай система өзі кодты береді. Ағылшын тілінде кодты тереміз. Әрі қарай дегенді басамыз. Банкроттыққа жіберу, жаңағы алдындағы мемлекеттік кредиттік бюрода құжаттарды жасап алғаннан кейін,
банкроттыққа жіберу оп-оңай. Мына жерде жаңағы мекен жайы қазіргі прописанный мекен жай жазылып тұр, соны белгілейміз. Бұл жерде жаңағы күйеуінің келісімі керек болады, немесе бұл жерде әйел адам болса күйеуінікі, ер адам болса әйелінің заңды некеде тұрса келісімі қажет болады. Сол кісіге ЕГОВқа келеді сообщение, ол келісімді 3 күнде кіріп беру керек. Енді бізде мына жерде Алматы облысы, Жамбыл ауданы белгілейміз. Жамбыл ауданы. Ары қарай бұл кірістер департаментін осылай белгілейміз. Егер сіздер соңғы 6 айда АСП алып жүрген болсаңыз, мына біріншіні белгілейміз. Ал егер ешқай кредит төлемеңізге 5 жылдан ашса, екіншіні белгілейміз. Енді бұл жерде біздің клиент екеуіне де жатпайды, сондықтан біз белгілемейміз, ары қарай басамыз. Енді мына беттердегі талаптармен оқып танысып шығайық. Танысып шыққаннан кейін мынандай галочка қойып шығамыз, таныстым деп қойып шығамыз барлығына. Әрі қарай деп басамыз. Енді осы жерде жаңағы өздеріңіз папкаға дайындап қойған ЕЦП арқылы қол қоясыздар, болды. Сонымен сіздер банкроттыққа тапсырыс бердіңіздер деп есептеледі. Келе берсін. Біздің сөздерімізді жұмсайсыңыз. Мына осы қол қоясыздар, банкроттыққа бересіз. Сонда мына жерде 15 жұмыс күні қаралады деп тұрады. 15 жұмыс күні қаралатын жағдай болса, 15 күннің ішінде сіздерге 14-14-тен хабарлама келеді осы кісінің телефон номеріне. 6 ай қаралады, немесе бас тартылды, банкроттыққа өтпейсіз деген. Біздің жағдайымызда бұл кісі банкроттыққа өтпейді, бұл кісіге бас тарту келеді. Егер осы біз көрсеткен бейне хабарлама арқылы осы бейнені, видеоны көріп сіздер банкроттыққа өткізе алмай қойсаңыздар, банкроттық талаптарына құжаттарыңызды сай келтіре алмай қойсаңыздар, онда менің жекеме жазсаңыздар болады. Осы видеоның астында сілтеме тұр, сол сілтемемен өтіп, банкроттық туралы курсты алып, өздеріңіз банкроттыққа өткізе салсаңыздар болады. Немесе жаңағы банкроттық туралы қызметті алып біз арқылы өткізсеңіздер де болады.